Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы қуыршақтар. Жаңа тақырып бойынша жаңа сөздермен таныс болайық. Осындай, ұрыншақ, сотқар, қызғаншақ, жалқау, еріншек. Жаңа сөз үйренейік. Жомарт, қызғаншақ, еңбекқор, жалқау. Енді жомарт бала қандай сөз айтады екен? Назар аударайық. Кәмпит ал. Менде кәмпит көп. Менің қуыршағым жомарт. Жоқ, бермеймін, менікі. Қызғаншақ. Мен гүлге су құямын. Менің қуыршағым қандай? Еңбекқор. Мен шаршадым. Менің қуыршағым жалқау. Есте сақтайық. Жіктік жалғауының жекеше және көпше түріне назар аударайық. Бірінші жақ мен. Соңғы дыбыс а, ә, о, у, е, и, қысқа и, р, л, м, н, ың дыбыстарына аяқталатын болса, мын, мін жалғау жалғанады. Ж, з дыбыстарына аяқталатын болса, бын, бін жалғаулар жалғанады. Егер к, қ, п, с, т, ф, х, ч, ш, б, в, г, ғ, д дыбыстарына аяқталатын болса, пын, пін жалғау жалғанады. Екінші жақ сен, сың, сің, сыпайы түрі сіз, сыз, сіз. Көпше түр. Бірінші жақ біз. Соңғы дыбысы а, ә, о, у, е, и, қысқа и, р, л, м, н, ың дыбыстарына аяқталатын болса, мыз, міз жалғаулар жалғанады. Егер ж, з дыбыстарына аяқталатын болса, біз, біз жалғаулар жалғанады. Егер к, қ, п, с, т, ф, х, ч, ш, б, в, г, ғ, д дыбыстарына аяқталатын болса, пыз, піз жалғаулар жалғанады. Екінші жақ сендер жалғаулары сыңдар, сіздер. Сыпайы түрі сіздер жалғаулары сыздар, сіздер жалғанады. Есте сақтап алайық. Диалогты оқы. Сәлем. Сен кімсің? Мен Айгүлмін. Ал сен кімсің? Мен Құралаймын. Сен нешінші сыныпта оқисың? Мен 3-ші сыныпта оқимын. Әлі кішкентай екенсің ғой. Мен 4-ші сыныпта оқимын. Менімен ойнайсың ба? Иә, ойнаймын. Ойыншық бересің бе? Міне, ал. Сен сондай жомартсың. Тапсырма. Бірінші. Диалогтен жіктік жалғау бар сөздерді тап. Жалғауларды белгіле. Екінші. Диалогты аудар. Үшінші тапсырма сөздерді жікте. Еңбекқор, мейірімді сөздерін жіктейміз. Дескриптор кестесі. Диалогты оқиды, түсінеді 1 балл. Диалогтен жіктік жалғау бар сөздерді табады, белгілейді 2 балл. Диалогты аударады 2 балл. Сөздерді жіктейді 2 балл. Жазу сауаттылығын сақтайды 1 балл. Өлеңді мәнерлеп оқы. Түсінгеніңді айтып бер. Айтқан тілді алмайсың.
оқуға да бармайсың. Сөйлеші, қуыршағым, неге осындай болғансың? Ұрыншақсың, сотқарсың, қызғаншақсың, жалқаусың. Сөйлеші, қуыршағым, неге осындай болғансың? Ол мектепке барады, ылғи бестік алады. Жұмсай қалсаң егерде, құлыншақтай шабады. Үйді жинап жуады, құстарға жем шашады. Шаңын сүртіп бөлменің, тап-таза ғып жинайды. Келесі тапсырма. Өлеңде қандай қасиеттер айтылады? Жақсы және жаман қасиеттерді ажыратып ал. Дескриптор кестесі. Өлеңде кездесетін қасиеттерді айтады 1 балл. Жақсы және жаман қасиеттерді ажыратады 1 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар оқушылар.